саламатсыздар, құрметті көрермендер. Әдеттегідей біз бағдарламамызды бастаймыз. Табиғаттың тылсым күшінен болатын жағдайда жаңбыр жауғанда арықтағы суда толады, сай салада толады, жалпы диета ұстамаған қызда толады демекші. Бүгінгі біздің кейіпкерлердің көңілдері неге толмады екен эфирде Бақыттың әйелі бағдарламасы. Бүгін бізде Бақыттың әйелі бағдарламасының басты тақырыбы отбасындағы ене мен күйеу балдар келін арасындағы бір-біріне көңіл толмаушылық тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Ал біздің бүгінгі бағдарламаға қоңырау шалып сұрақтарыңыз қоятын болсаңыздар, онда 1-2-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-19-20 номеріне қоңырау шалып сұрақтарыңызды қояларыңызға болады. Ал бүгінгі біздің бірінші кейіпкеріміз өзін асыл енемін, бірақ та менің күйеу балама көңілім толмайды деп келіп отырған апамыз бар. Ол кісі өзінің түрін жасырып, атын жасырып, маска киіп келуді сұранды. Сондықтан біз Ши есімді ханымды ортамызға шақырамыз. Ши ханым, келе қойыңыз ортамызға. Саламатсыз ба, Ши ханым? Саламатсыз. Айып етпеңіздер, тікелей эфир болғасын қобалжып жатқаным ғой. Ши ханым. Я. Айта бер. Ши ханым, сіз айтасыз, менің күйеу балама көңілім толмайды дейсіз. Неліктен күйеу балаңызға көңіліңіз толмайды, айтыңызшы, апа? Жоқ, негізі көңілім толады, күшті бәрі. Жоқ, апа, мүмкін енді отбасыларыңызда бір кикілжің болған шығар. Күйеу балаңыз қызыңызды ұра ма, тебе ма, не істейді? Жоға, қызым оны ұрар қайта. Жоқты өзімнің ойымда, өзім ойлаймын да, күйеу баламның маған көңіл толмайтын шығар деп ойлаймын да. Сосын оның маған көңіл толмағаны кейін, менің де оған көңілім толмайды да, болды. Өте қызық жағдай екен. Олай болса, біз уақытты ұзаққа созбай келесі кейіпкерлерімізді ортамызға шақырамыз. Ол кісілер бір-бірлеріне бажа болатын, бірақ та енелеріне көңілдері толмайтын А және С есімді мырзаларымызды ортамызға шақырамыз. Асы мырза, келе қойыңыздар ортамызға. Асы мырза. Жайғасайық. Ерекспеккенес, Асымырда ерекспекіз отырамыз, тікелей эфир түсіріп отыр. Асы мырза, қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Бақыттың әйелі бағдарламасы ма? Бақыттың әйелі бағдарламасы. Мен негізі Бақыттың әйелі бағдарламасын сүйіп көрем. Рахмет. Сіздердің бағдарламаларыңыз маған ұнайды. Өйткені бетіңе маска киіп аласың да, үйіңдегі любой адамды жамандай бересің, рахмет. Маска киіп аласың да, үйіңдегі любой адамды ойға келгенде жамандай бересің, рахат та. Бірден бөліп алайық. А мырза сіз, С мырза сіз болдыңыз ғой. Жыл өте берсе ешкім танымайды. Мынау пожалуйста. Асы мырза. Иә. Бірден сұрағыма көшейін. Сіздер айтасыздар, біздің енемізге көңіліміз толмайды дейсіздер. Енелеріңіз не істеп қойды, көңілдеріңіз толмайды? Көңіліміз толмайды. Толмағасын толмайды, тоса неғып толмайды, тоса оқпасын. Толмағасын осақтан толмайды. Жоқ, ашығын айта беріңіздер, қысылмаңыздар. Айтса, бажа, шындығын айтса, бәрін айтса. Мен енді шынымды айта берейін, е? Айтса, шыныңызды айта беріңіз. Мен енді айналайын Бақыттың әйелі, шынымды айтайын. Айта беріңіз, қысылмаңыз. Мен енді шынымды айтайын. Мына маска киіп отырғасын шынымды айтып отырмын. Маскым шешсем айтамай қалам. Шындығын айтса. Айта беріңіз. Бетпердем шешсем айтамай қалам. Бетперде киіп отырғанда айта берейін. Енеме көңілім толмайды. Неге? Айналайын Бақыттың әйелі, енеме көңілім толмайды. Өйткені енем біздің үйде жатады. Әңгіменің шыны керек. Енем біздің үйде жатады. Мен маскым шешсем айтамайын, маска киіп отырғанда айта берейін. Ешкім танымайды ғой. Енем біздің үйде жатады. Ал? Бір күн жатады, 2 күн жатады. Мақұл, 1 ай жатсын. Мейлі 1 жыл жатсын. Мақұл, 2 жыл жатсын да. 2 жылдан кейін армияға кеткен солдатта үйіне қайтады ғой. Дұрыс айтасыз, Самырза. Әңгіменің шыны керек. Менен басқа да күйеу баласы бар. Бажам үйіне барсын, қызының үйіне барсын. Ал жарайды. Бажаңыз, сіздің неліктен көңіліңіз толмайды, айтыңызшы. Мен енеме бажам көңіл толмайды, бажам көңіл толмағасын, мен де көңіл толмайды. Бажам көңілді. Ойларда көңіл толмайды деген бағдарламамен келіп отырмын. Жоқ, ашылып айта берсек де, көңілім толмайды деген нәрсе болмайды ғой. Мен ашығын айтайын ба? Ашығын айта беріңіз. Екеуміз туған бажамыз. Туған апалы сіңілі 2 қызды алғамыз екеуміз. Негізі бажа сен шілі жуассың. Жуас бажам, жуас, шілі жуас. Әйеліңді мойныңа мінгізіп ағасың сен. Әйелді баста
бостан баланы жастан дейді. Былай ұстау керек еді да. Қайын жұртыңда енеңде ешкім жорамайды сосын. Мен сияқты сосын мен сияқты. Успокойся. Қоймайын мен. База, успокойся. Қоймайын дедім. Еркексің ба? Еркекпін. Маскын шешіп айт. Еркексің ба? Осы аңмен маскын шешіп айт. Телекеуге. Телекеу, адам не істеймін жөнден байтын деді. Адам не істеймін? Мына кісінің дауысы таныс қой. Бұл Шы есімді ханым деп келіп отырған апамыз. Шы есімді ханым ренжімеңіздер, ол да өзінің ойын айтуға құқылы деп Біздің де ойлайды. енеміздің аты Шыдан келеді, соның дауысына ұқсайды екен. А? Ол кісі емес, ол кісі Астанадағы ғой, уайымдама. Қаяқта? Астанада уайымдама деймін. Біз енді Астанада жүрміз ғой. Масқара болып қалмайық. Ол емес, қорқпашы Асы отырмыз. мырза. Асы мырза сығаламай тыныш отырайық. Асы мырза, қазіргі таңда көптеген отбасыларында деймін, Асы мырза. Ер кісілер өздерінің келіншектеріне емес, сырттағы бір қыздарға қарауының салдарынан әйелдерімен ренжісіп, ажырасып жатады. Ал енді сіздерге сұрақ. Даладан бір көшеден әдемі бір сұлу бойжеткенді көрсеңіздер, сол бойжеткеннің қай жеріне бірінші қарайтын едіңіздер? Болмайтын сұрақтар қояды екенсің. Енді алдыңнан бойжеткен келе жатса, түріне қарайсың, бойына, шашына, фигурасына қарайсың, жанынан өтіп кеткеннен кейін артынан қарайсың, қарай бересің ғой. База, маскын шешіп қарасай. Мырза, сіз мінезіне қарайтын шығарсыз, қай жеріне қарайсыз, айтыңызшы. Мысалы, әдемі бойжеткен келе жатса, мен бірінші сол бойжеткеннің жан-жағына қараймын. Неге жан-жағына қарайсыз? Әйел мені аңдып тұрма, аңдып тұрған жоқ па? Айттым ғой, Бажа, сен шили жалтақ болып қалғансың, Бажа, айттым ғой. Маған әйелім аузын ашамайды, ләмим демайды маған. Неге ләмим демайды? Оның сыры неде? Бәріне айтыңыз кәне. Қалай ләмим десін, кірін жуып қойсам, тамағын істеп қойсам, үйін жинап қойсам. Қалай ләмим дейді ол маған? Онда өксе ешкім ләмим демейді ғой. Асы мырза, біздің қазақта мұнандай бір керемет сөз бар. Әйел құлағымен сүйеді деген. Енді сіздерге сұрақ. Ер кісі мен әйел кісінің құлақтарының айырмашылықтары қандай? Енді ер кісі мен әйел кісінің құлақтарының айырмашылығы, еркектердің құлағы грубый болады. Арасында мүжіліп қалған құлақтар болады, түшпәра құлақтар болады. Әйелдердікі әдемі, нәзік сырғасы болады. Ол сол айырмашылық. Жоқ, саған ер кісі мен әйел азаматтың құлағының айырмашылығы. Мен айтсам бола ма? Айта беріңіз. Ер кісі мен әйел азаматшасының құлағының айырмашылығы менің енді өзім ойым пікірімді Дұрыс айта беріңіз. Мысалы, еркекке айтылған сөз мына құлағынан кіреді дағы, мына құлағынан соды шығып кетеді ғой. Ал әйел адамға айтылған сөз екі құлағынан кіреді дағы, шыдай алмай аузынан шығып кетеді ғой. Сен екеуіңе қойсың ба, қоймайсың ба? Тақ сен екеуіңде күйе балам баса бар ғой, қызыммен бір күнде тұрғызып жатсың мені. Мен мына дауысты күнде естіп жүрмін ғой. База? Ол емес. Масқара болып қалмайық? Кешіріңіздер, біздің бағдарламаға келіп түскен қоңырауымыз бар екен. Алло, саламатсыз ба, сіз эфирдесіз? Алло, саламатсыз ба, сіз эфирдесіз, айта беріңіз. Сен бақыттың әйелсің ба? Я бақыттың әйелі, сұрақты кейіпкерлерге қояйық. Қай бақыттың әйелсің? 67-тегі бақыттың әйелі. Негіз ана мас киіп отқан шеттегі екі бауырыма арзан бе? Ал, сұрағыңыз. Екі бауырым, өмірді енелеріңнен қорып сақтарың сынса да, жақтарың сынбасын бауырлар. Тағы не айтасыз? Шойтан сен ба? Мен ғой? Мынау біздің ауылдың баласы ғой, біз танып отырсың ба сен? Маскілерің шешеңдер ше бауырларым. Атымызды айтпайсың ма? Кешіріңіздер, байланысты үзе салайық, дені дұрыс сұрақ қояйық, ағайын. Олай болса, біз ең соңғы кейіпкерімізді ортамызға шақырамыз. Ол кісі өзін керемет келінмін, бірақ та менің енеме көңілім толмайды деп келіп отырған Ны есімді келіншекті ортамызға шақырамыз. Нұханым, келе қойыңыздар. Нұханым. Қош келдіңіз, Нұханым. Саламатсыз. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Ерекелеріңізбен. Рахмет. Саламатсыз. Күш деген қанша қалдыңыздан? Білмеймін, күйе балама берген.
мырза қайда тұра бермейік, тікелей эфир түсіріп отыр. Нұха ханым, сіздің неліктен енеңізге көңіліңіз толмайды? Жалпы барлық келіндердің көкейін тесіп жүрген сұрақ деп ойлаймын, айтыңызшы. Неліктен толмайды? Өзіңіз қалай ойлайсыз бақыт үйіндегі абысын? Идол енем оның тәрбиесіне көңілім толмайды. Сонда қалай тәрбиелейді? Мен бала шағам дұрыстап тәрбиелемейді. Қалай тәрбиелейді? Мысалы, мен бала шағам атасын ата, апа дейді, менің атымды атайды. Нағима деп. Нағима деп болмады. Отырамыз, мырза. Бұның да әйелінің аты Нағима ғой, сенің әйелің дауысыса деген сол емес па? Нұха ханым, жалғастыра беріңіз. Адам күйіп кетесің ғой, күйіп кетесің де өзің ойлаңызшы. Отырсаң опақ қылады, тұрсаң сопақ қылады, абақ, жатсаң жалпақ қылады, түнде жапалақ жібереді. Жұрттың енесі ене болса, менің енем қан сорғыш келе қояды. Жылама айналайын, қызым, жылама. Мынау жас келіндерге айтатын ақылымда, әй жас келіндер, барған жерде бақытты болам деп емес, бақытты қылам деп барсаңдаршы, сол кезде бәрі де бақытты болады ғой. Дұрыс па, бақытты әйелі? Дұрыс айтасыз, апа, дұрыс айтасыз. Өте Бажам, орынды келініміз айтасыз. келсап қой мынау. Туған күйеуінің туған шешесін жамандап отырған. Шешпе. Жағаласа бермейік. Нұха ханым, сізге бір кішкене тақырыптан ауытқыған бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мысалы, сіз хайуанаттар бағында енеңізбен бірге қыдырып жүрсіз делік. Қашан? Мысалы, бір кезде хайуанаттар бағындағы тордағы арыстан босанып шықты да сіздің енеңізге тап берді. Сіз не істейсіз? Енеңіз құтқарып алар ма едіңіз? Арыстан құтқарып алатын мен. Неге арыстанды құтқарасыз? Ұстамаса ол арыстанды қуырып жеп қояды ғой. Бажам, мен мына шыдай алмаймын мен мына. Мынау келініміз келсап қой мынау. Туған күйеуінің туған шешесін жамандап қоя алмайсың. Ая қойын, басқы шешім, айтамайсың сені. Айтам. Қойшы, апай, қойсаңыз. Не, апай қой, не? Өзіңізді маска шешіп айтсаңыз. Не болды? Маскамен ана мультфильмдегі жеті маймыл мамасын ұқсайды екенсіз. Жұмысыңа ма? Жоқ, бажам, мен мынандай енем, мен мынандай күйеуім болса, әйелім болса бар ғой, 13 жастан секіріп өле саған жақсы ғой. Басқы шешім, айтамайсың, қоя қой. Айтам мен, Айтамайды. айтсам, шешем айтты, шешем. Сәрсен! Енешка? Күйіп алам ғой да менің. Күйіп алам ғой. Мынау кім олай, тоқта бере, бергеле. Бергел, артқа қайт, Артқа қайт, маскың шеш. Кімсің, Маскың шеше, олай тесе. Кімсің? Ене қалайсың? Арсен! Ене қалайсың? Кездіге! Ей, балдыз! Қызым! Мама! Нағима! Бәлі! Бергеле, мойның суыр барады. Үйде кім қалды? Менің шешем жамандап отырсың ба? Сабыр сақтайық. Менің шешем жамандап отырсың ба? Жоқ, енешке де ренжімеңіз, мен сізге де қапамын. Ұялмайсыз ба? Мен бетіңізге айтам, ұялмайсыз ба? 2 жыл болды бажам үйде жатсыз, ұялмайсыз ба? Мен үйіме де келіп жатсаңызшы. Бергел, аперист Бергел, шешем жамандап отырсың ба сені? Мен келдім. Жерде кетші бұлай. Жерде кетші. Бұндай эксклюзивті оқиға бұрын соңды бақыттың әйелі бағдарламасында болған емес. Тағдырлар тоғысты, ене мен күйеу балдар соғысты деген міне осыда шығар. Отбасыларыңызда қандай жағдай болмасын, маскілеріңіз шешіліп қалмасын. Осымен бақыттың әйелі бағдарламасы соңына жетті. Аман сау болайық ағайын.